Сіздермен бірге Асқар 2006 жылғы шыққан Даулы күнделік фильмі жайлы білетін боламыз. Лондондағы мектепке сурет салу пәнінің мұғалімі Шеба Харт есімді әйел жұмысқа орналасады. Ол орта жастағы әдемшеден келген ханым болады. Осы мектепте үлкен жастағы Барбара Ковет есімді әйел де жұмыс істейді. Ол айналасындағылармен еш араласпайды және жалғыз тұрады. Оның ең жақсы көретін тірі нәрселердің жалғызы оның мысығы ғана болады. Бірақ оның бір құпиясы бар еді. Ол әйелдерді қалайтын. Сол себепті ол ешкімге жақындай алмайтын болады. Барбара Шебаны байқап, оны айналасындағылар қалай жақындататынын көреді. Ересек мұғалімдердің бірі Шебаға қырындап жүреді. Ал 15 жасар жас жігіт Шебаның құрметіне гол соғады. Осыларды байқаған Барбара Шебаға жақын болу керек екенін біледі. Шебаның сабағында оқушылар төбелеседі. Барбара келіп бәрін қуып жібереді және төбелескен балаларды ұстап алып Шебаның көзінше оларға сұрақ қояды. Стивен Коннелли есімді оқушы Шебаға тіл тигізгені үшін және оны жезөкше деп, онымен артынан қосылдым дегені үшін онымен төбелесіп кеттім деп айтады. Барбара кінәлі оқушыны ұрысып жазалайды да екеуін сыныптан шығарып жібереді. Сосын Барбара Шебаны шайға шақырып, оңаша әңгімелескісі келеді. Бірақ оларға томпақ Ходж араласып кетеді. Жайлы отырыстан кейін Шеба Барбараны жанұясымен таныстыру үшін үйіне қонаққа шақырады. Барбара күшті киініп, өзіне қаранып, қолына гүл ұстап, Шебаның үйіне қонаққа келеді. Оны есік алдында Шебаның күйеуі қарсы алады. Ол Барбарамен қатарлас адам болып көрінеді. Үстел басында Шебаның балаларымен танысады. Сосын бәрі балалары үшін билеп кетеді. Тамақтанып болып Барбара мен Шеба өз арасында құпияларын бөліседі. Ал кешке Барбара күнделігіне барлық әңгімелерін жазады. Бірнеше уақыттан соң Барбара мектепке мерекеде Шебаның жоқтығын көріп, оны іздеп кетеді. Іздеп жүріп, Шебаның әлдекіммен жақындасып жатқанын көріп қояды. Оның партнері 15 жасар оқушы Стивен Коннелли болатын. Келесі күні Барбара Шебаға қоңырау мынау не деген кино, мәссаған. шалып, олардың романын біліп қойғанын айтып, кешке бір жерде екеуі кездесіп романы жайлы айтуын талап етеді. Шеба бәрін баяндайды. Стивен баста Шебаның құрметіне гол соғады. Одан кейін ол өз еңбегін Шебаға көрсетеді. Шеба оның талантын көріп, баға жағымен көмектесуге бел байлайды. Сабақтан соң қалып, сабақты кеңінен оқытады да оған қалай байланып қалғанын сезбей қалады. Баста Шеба одан бас тартқысы келіп қоюға тырысады. Бірақ оны Стивен жайына қалдырмай ақыр көндірген болады. Сабақтан соң күтіп, күн сайын неше түрлі комплименттер айтып, сосын әкем ұрады деп, ал анасы ауруханада жатқанын айтқан болады. Бірде мектеп кезінде Стивен оған білдірмей хат беріп, онда кешкі сағат 8-ге кездесуге шақырады. Үйіне барып, біраз ойланған Шеба кездесуге бел байлайды да көпір астында кездеседі. Екеуі кездескенде бір-бірімен махаббат көздерімен қарап, пойыз бекетіне барады да Стивен күртешесін жерге жайып, екеуі еріндесіп, сосын толықтай жақындасады. Ол екеуі күн сайын романдарын басқалардан жасырып, кездесіп жүрген болады. Шеба сөзін аяқтағаннан кейін Барбара оның әлсіз жерінен ұстап, есте сақтап қояды. Бірақ естігендерімнің бәрін құпия ұстайтынын айтады. Сосын екеуі қоштасады. Уақыт өте келе Шеба еш нәрсе болмағандай бұрынғы қалпынша өмір сүре береді. Жаңа жыл мерекесі келгенде жанұя толық үстел басында жиналып отырғанда Стивтен SMS келеді де ол қазір кездесіп жақындасқысы келетінін жазады. Стив оған неге кездеспей кеттік деп айтады. Басында Шеба оны қуғысы келеді, бірақ ақыры шыдамай беріліп қояды. Содан кейін ол Барбарамен кездесіп сыйлық береді. Стив пен Шебаның романы бітпейді. Тіпті олар Шебаның үйінде кездесіп, Шеба жанұясы Опасно играет. айтып береді. Барбараның мысығы ауырып өлгелі жатады. Осы қайғысын бөлісуге Шебаға келеді. Шеба оны жұбатып қолдап қояды. Шебадан қоңырау келеді де оны Шебаның үйіне шақырып алады. Шебаның күйеуінің әңгімесін тыңдап отырғанда есіктен ашулы Стивеннің анасы келіп, әлгі мұғалімнен Шеба мен Стивеннің романын біліп қойған болады. Анасы Шебаға атылады да оны тырнап жеңіл жүріссің деп айыптайды. Стивеннің әкесі өз әйелін алып кетеді. Шеба күйеуіне бар шындықты айтып береді. Екеуі ұрсып таласып жатқанда Барбара сырттай оларды бақылап ішінен қуанып отырады. Келесі күні полиция мектепке келіп Шебаны алып кетеді де оған пресса араласады. Директор Барбарадан Шеба жайлы сұрайды, бірақ ешқандай ешнәрсені айтпайды.
Барбара сыртқа шыққанда Стивен артынан түседі. Ол үйіне келіп жасырынып қалады, себебі Барбараның айтып қойғанын біледі. Барбара бұны Шебада білді деп ойлап қорқады, оның үйіне барады. Шебаның жағдайы қиын екенін көреді. Қызы Шебаға айқайлап, күйеуі үйінен қуып жатыр екен. Шеба Барбараның жариялап қойғанын білмей қалады. Сосын Шеба бірнеше күнге Барбараның үйінде тұруын сұрайды. Барбара оған қалағаныңша тұра бер дейді. Бірнеше күндер өтеді. Шеба Барбараның үйінде тұрады. Бір күні Шеба жерде жатқан парақта Шеба мен Стивеннің романы деген жазуды көріп қалады. Сосын Шеба Барбараның мүлкін тінтіп, күнделігін тауып алып, құпиясын біліп қояды да ашуланады. Барбара үйіне оралып жатқанда Шеба оны шапалақпен ұрып, күнделігін алып далаға шығады. Барбара оны көндіріп ішке кіргізеді. Екеуі келісіп сол жерде қоштасады. Шеба жанұясына оралады. Содан кейін газетте Шебаның оңай қамауға алынғаны жазылады. Ал Барбара тағы бір қызды тауып, оның әлсіз жерін аңди бастайды. Кинодағы істі қателеуші болмаңыздар. Бұл жай ғана кино екенін естеріңізге саламын. Сіздермен бірге болған Асқар. Каналға жазылып, лайк басып, бөлісіңіздер. Сау болыңыздар. Каналға жазылып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге Асқар. 2006 жылғы шыққан Даулы күнделік фильмі жайлы білетін боламыз. Лондондағы мектепке сурет салу пәнінің мұғалімі Шеба Харт есімді әйел жұмысқа орналасады. Ол орта жастағы әдемшеден келген ханым болады. Осы мектепте үлкен жастағы Барбара Ковет есімді әйел де жұмыс істейді. Ол айналасындағылармен еш араласпайды және жалғыз тұрады. Оның ең жақсы көретін тірі нәрселердің жалғызы оның мысығы ғана болады. Бірақ оның бір құпиясы бар еді. Ол әйелдерді қалайтын. Сол себепті ол ешкімге жақындай алмайтын болады. Барбара Шебаны байқап, оны айналасындағылар қалай жақындататынын көреді. Ересек мұғалімдердің бірі Шебаға қырындап жүреді. Ал 15 жасар жас жігіт Шебаның құрметіне гол соғады. Осыларды байқаған Барбара Шебаға жақын болу керек екенін біледі. Шебаның сабағында оқушылар төбелеседі. Барбара келіп бәрін қуып жібереді және төбелескен балаларды ұстап алып, Шебаның көзінше оларға сұрақ қояды. Стивен Коннелли есімді оқушы Шебаға тіл тигізгені үшін және оны жезөкше деп, онымен артынан қосылдым дегені үшін онымен төбелесіп кеттім деп айтады. Барбара кінәлі оқушыны ұрысып жазалайды да екеуін сыныптан шығарып жібереді. Сосын Барбара Шебаны шайға шақырып, оңаша әңгімелескісі келеді. Бірақ оларға Томпақ Ходж араласып кетеді. Жайлы отырыстан кейін Шеба Барбараны жанұясымен таныстыру үшін үйіне қонаққа шақырады. Барбара күшті киініп, өзіне қаранып, қолына гүл ұстап, Шебаның үйіне қонаққа келеді. Оны есік алдында Шебаның күйеуі қарсы алады. Ол Барбарамен қатарлас адам болып көрінеді. Үстел басында Шебаның балаларымен танысады. Сосын бәрі балалары үшін билеп кетеді. Тамақтанып болып, Барбара мен Шеба өз арасында құпияларын бөліседі. Ал кешке Барбара күнделігіне барлық әңгімелерін жазады. Бірнеше уақыттан соң Барбара